Сәлем достар, бүгін сіздермен сарымсақтың пайдасы және зияны туралы керемет тақырып қозғайтын боламыз, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы адамның қорғанышы иммун жүйесі, түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілетіміз де сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы аса маңызды. Міне осындай да сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сонымен сарымсақтың қандай пайдасы және пайдалы екен деп шамадан тыс жеудің нендей зияны бар екенін қазір бірге білетін боламыз. Біріншіден, бактериямен күреседі. Сарымсақты шекіде жегенде аллитин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда аллитин бөлінбейді. Ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызды өкпе құрты, дизентерия, кандидоз бен герпес ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Екінші, қан тамырларының қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллитин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмай, жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойына сарымсақты үзбей қолдану артериалды қан қысымын реттейді. Үшіншіден, қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын баяулатады, сонымен қатар қан тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Төртіншіден, иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 60% алдын алуға болатынын дәлелденген. Тұмау, яғни тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Бесінші, қатерлі ісікті алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт, диалил, сульфид, салил, цистеин және де селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесі сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға төмендететінін көрсеткен. Соның ішінде асқазан рагы, тоқ ішек ісігі, бауыр, сүт безі ісігі қаупін азайтады екен. Алтыншы, паразиттер. Аскаридозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттармен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шикілей жеген жөн, немесе 200 мл сүтке балаларға 70 мл, яғни бір бөлік сарымсақ салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз, жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы 1 апта күнделікті жатар алдында жасаған дұрыс. Жетіншіден, ас қорыту, яғни сарымсақ ас-ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі, ас қорыту процесін жақсартады, қарынның жұмысын реттейді, ішек жұмысын жақсартады, тәбетті көтереді, алайда асқазан ойық жарасы және де басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған абзал. 8-ші, буын аурулары. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады және де зақымдаған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майыларының азаюын болдырмайды, остеоартриттің алдын алады, сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосыңыз. 9-шы, теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпінді етеді, безеудің пайда болуын азайтады, әжімнің бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес, күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. 10-шы, артық салмақпен күрес. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген жөн.
Бұл дегеніміз сарымсақтың бір немесе 3 тісі. Сондай-ақ зімбір қосылған сарымсақ шайын ішуге де болады. Ол үшін зімбір тамыры шамамен 4 см болатын тілімі, сарымсақ 2 тісше және де су. Дайындалуы: зімбір мен сарымсақты ұсақтап тураймыз. Оған 2 литр ыстық су құйып, 1 сағат көлемінде су болында немесе термоста демдейміз. Артынша сүзіп алып, күні бойы аздаған мөлшерде бірнеше рет ішетін боламыз. Ал енді сарымсақтың зиянды жағына тоқталып өтсек. Сарымсақ құрамы түрлі элементтерге өте бай, десе де оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Күніне 8 тіс сарымсақты жесе қан кетеді. Сарымсақты ашық қарынға жемеген жөн. Асқазаны ауыратындар ауруы асқынған немесе қозған кезде сарымсақты жемегені дұрыс. Сарымсақты көп жесе ішке газ көп жиналады, жүрек айнып, бас ауырады. Дене температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға дариды. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.